образование высший керек, тестирование жасыру керек, видишь, сол. Тестированиенің өзінің несі категориялар бар ғой тоже. Да. Диплом келсе болды, солай беру керек. Так, насчет дров вопрос шешіледі. На переселенецтерге көмір вроде договорились уже. Ауылдықлерге отынды алды ғой енді. Отынды алды. Осы бір жығын қыламыз еді. Өзіміз шамамыз келгенше көмектесіп. Төбені ертең істеп беру керек. Айттыңдар ма? Төбесінен су ағып жатыр ғой. Оны просто домкратпен көтеріп. Жұмыс күні бізде таңғы 9-да осындамыз. Әкімшілікте барлық жұмыста болады. Жұмыс барынша барлық әзірше ойдағыдай ақырын елмен біргеміз. Ел қолдап. Кім әйел, может быть, общественникке тартамыз болады деп ойлап Давай. Тарт. Бала-шағамызбенен бірінші келіп көріп кеттік. Келіп көргенде әкім бізге осы ауылды көрсетті. Осы ауыл ұнады. Содан кейін осы не қылдық? Көшуге бел буып көшіп келдік. Пойызда 10 сумкаменен. Енді көмектер беріп жатыр. Көршілер де бәрі жақсы, ауылдағылар бәрі жақсы. Қолдарынан келгенше көмектерін көрсетіп жатыр. Саламатсыздар ма? Отағасы қайда? Ана біреудің отынын жарып жатқан ем. Біреудің отынын жарды? Шағада. Ай, молодец, ширақтар. Оңтүстіктен келген ширақ болады. Ана төбені көрсетіңіз бізге. Біздің балалар қазір келеді. Жұмысшылар табамыз, өз күшімізбен анада көмектесіп береміз, жауып. Жүріңдер, кімдер, қараңдар. Кіре береге олай. Сіз есе жоқ, общественникке бізге алайық бұл жұмысқа. Жақсы ма? Ақын жеңіл-желіп жұмыстар істейді. Мынаны көтеру керек кім? Домкратпен ертай. Мынаны көтеріп беру керек. Сосын су ағады қояш не? Бұны енді өзіміз көмектесеміз енді. Басқа қандай вопростар бар сіздерде? Сол осы жерге кейін погреб істеватса бола ма екен? Болады, әрине болады. Енді бұл үй сіздерге Құдай қаласа ақшасын береді ғой бұйырса. Сосын бергеннен кейін договор составить еткесін, өткенде сіздерге түсіндіріп айттым ғой мән-жайды. Содан кейін бұл үй өзі толыққанды сіздердікі болады. Құжат бойынша сіздердікі болса. 3 балаңыз қалай оқып жатыр ғой, жақсы ғой? Нормально. Мектеп қалай, ұнай ма екен? Балалар тиыш, жақсы? Жарайды, жақсы болса. Давайте. Басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Басқа бағана барып келген едік, балалармен сөйлесіп қайттық. Соны қалып жатыр, кейін мектепке дворник па бір неге, екі жерге неғылмаш. Мектепте вакансия жоқ. Мен сұрап білдім ғой. Телевизор, иә? Мектепте вакансия жоқ. Жоқ, бұлайынша істеп көрсін ана жерде. Жұрт істеп жатыр ғой, қолдан келетін жағдай. Жұмыс істейтін көрініп тұр ғой сізден. Иә, жұмыс істеуге жұмыстан қашып жатқан жоқ. Ол немесінен қорқады? Қорқып жатқан жоқ па, жұрттың сөзінен неғып жатыр да, еріп жатыр. Жұрттың сөзі емес, біздің сөздерге еріңіздер. Жұрт айта береді ол көп нәрсені. Мойшаны жағып көрдіңіздер ма? Жақсы ма екен мойшасы? Ол жақсы. Мемлекеттен беретін субсидияны ендігі жылы февраль-мартта бұйырса аласыздар ғой. Биылда енді болмайды, потому что үйдің ақшасы ше? Үйдің ақшасы міне октябрь-ноябрьге дейін береміз деді. Соны істейміз, сосын ақыры жұмыс істеп, күндеріңізді көреміз. Біз бұлар Петропавлдан келгенде, мысалы машину организовали біз, мұнда көлікті, бұларды ауылға дейін жеткізу үшін. Сосын бұлар келген күні пойызбен Петропавлға, мен сол күні Шымкентке сапарға кеттім. Осы көші-қон мәселесі бойынша оңтүстіктен солтүстікке адамдармен кездесіп, соларға үгіт-насихат жүргізу, сосын мемлекеттік бағдарламаны толық түсіндіру жұмыстары. Сол өзіміздің елге осы баулу себебі ауылда үй саны азайып жатыр, халық саны азайып жатыр, мектепте бала саны азайып жатыр. Сол себептен бұл мемлекеттен үлкен өте керек, қажетті бағдарлама. Соның жүзеге асыруға атсалысып жатырмыз. Мінекей осы
қысқа дайындық, отын, енді бұйырса көмір. Әзірше мал ештеңе алған жоқ, себебі мемлекеттің беретін қаражаты ол болады. Бірақ біздің Есіл ауданында маған айту бойынша биылға берген бюджетті орындап қойған толығымен. Бірақ бұл кісілер тізімге енеді. Ендігі жылы ең бірінші кезекте осылар алады. Квота, субсидий, тағы мемлекеттен қанша қаражат бөліну керек, соның барлығын толықтай алады. Мына жолды, мінекей мынау бұлаққа келетін жол, 5,5 шақырым жолды елі болып, осы шаруашылықтар бар, ауылдың, еліміздің өзінің жергілікті шаруашылықтар олар. Солардың күшімен, солардың көмегімен тас қиыршықтарын төсеп, оған туы бұлақ астық көмектесті. Дәуір Голд еліміздік осы ауылдікі бірлік фермерлік хозяйствосы. Одан кейін Бақтияр БМ Север деген. Сол кісілердің көмегі, оға жеке меншіктері шықты. Кімде техникалары бар, өздерінің КАМАЗдары бар, басқа да техникалармен сол ел болып бірігіп осы жолды мінекей біраз уақыттар бойы осы жолмен қиналушы еді. Сол жолды өз күшімізбен істедік. Жолды мінекей мынаның астында тас қиыршықтар, шебен дейміз, шебен төседік. Одан кейін құмды төседік, себебі ол тас қиыршықтары көліктің дөңгелегін жармаш үшін, кеспеш үшін үстіне құм төседік. Және саз болмайды. Жауын болғанда саз болмайды. Ол мінекей осы істеген жұмыстарымыз осы келген бетте. Мінекей ауылымызға сабан әкеп жатыр елдерге. Бұл шаруа қожалықтармен сөйлестік. Өте арзан бағаға ауылдың тұрғындарына қажет ететін сабан, шөппен қамтамасыз ету үшін солай ақылдасып, тізім жасап, әкімшілікте соларды шаруашылық қожалықтарына бердік. Беріп, сол ауыл тұрғындары сол тізім бойынша әр шаруашылықта кім қайда жазылды, солардан барып алады. Мен соны мінекей тасу жұмыстарын жасап жатыр. Кім үйіне апаратыз? Бауыржанға? Кім? Асқаров па өзі? Жоқ. Молланы? Жарай, жақсы. Мұнан мен машинамен айналып өткенде 4,5 шақырым болдым. Сондай жағдайға дейін жетіп, 30 жылдан артық бұл қоқыс орны осылай жайылып кеткен. Мынау көріп тұрсыз, маңайда барлық ұшып жатыр, пластиктер, салафандар. Сайлаудан кейін бірден осы жұмыстарға кірістік. 645 мың теңге қаражат бөлінген болатын. Ол сағатпен санағанда арнайы техниканы біз келісім шарт бойынша іздегенде 54 сағатқа жетті жұмысы. 54 сағатты ол ұйым 4 күнде бітірді. Мына жерден бастап қырды. Қырып, ақырын ойларға солай сырып істеді. 4-тен 1 бөлігі ғана бітті. Әлі де негізі қаражат талап етеді. Мына жақтардың барлығын сырып, ана жақтардың барлығына әлі қол жеткен жоқ оған. Оған енді қаражат жоқ. Бұйылдыққа біздің бюджеттің қаражаты бітті. Енді бұйырса, қазір демеуші спонсор тауып атсақ, тағы да бұл жұмыстары одан ары жалғастырамыз. Әлі көп жұмыс бар істейтін. Мына ауылдың зираты, бұлақ ауылдың зираты. Бұны міне келген беттен кейін халықты жинап, осы ақылдас сөйлестік, заборлары қисайып атты. 20 жылдай ауылдың тұрғындары айтады, жөндеу жұмыстары істелмеген. Соны халық боп, ел боп, қаражат жинап, елдің адамдарына көп-көп рахмет. Барлықтарымыз 2 күннің ішінде бітірдік. Осыны жөндеп, енді басқа да жұмыстар жететін. Бұдан басқа бұлақтан да мінекей, одан кейін Қарағай деген біздің бөлімшеміз бар, кішкентай ауыл. Олар да осыны естіп, оларға да ұсыныс жасадық. Зираттарыңызды жөндейік деп. Олар да мінекей қаражат жинап, сол зираттарын жөндеп, олар істеп болды, тазалап болды. Осы елдің барлық ағайын туыстары осы зиратта жатқан. Қазақта айтады ғой, өлі разы болмайды, тірі байымайды дейді. Сол себептен бұл аруақтарға деген
құрмет, тағзым. Он бір жылдық мектеп 73 жылдары салынды, 1973 жылдары. Бұл жерде мәдениет үйі болған, қазір жоқ. Алдағы ойда жоспарда бар, мәдениет үйін салу керек. Мен мынау келе жатқан жерімізде осының орнына мынаның барлығын қоршап саябақ істемекшіміз. Халыққа ағаш отырғызып, ішіне балаларға, оқушыларға, жастарға спорт площадкалар салып, ойын площадкалар салып. Магазин есть один, памятник наш, вот мечеть тоже своими силами восстановили. Ну как восстановили, он был, просто пластик, окна поставили, ремонт сделали здесь. Да, Искакова Айман тәте деген бар, сол кісі бастап, халықты жинап, солай істеген. Так, азан айтады, сол кешке де намаздың уақыттарында қосылып тұрады, ашық, әрдайым ашық тұрады.